Жұмысқа орналасу кезінде қызметкерлер дипломы бар жоғына қарамастан тәжірибеде біліктілігін растауы тиіс және оны жұмыс берушіден сертификат алу керек. Мұндай талаптар кәсіби біліктілік туралы заң жобасында бекітілетін болады. Тамара Дүйсенованың сөзінше, дипломның болуы біліктілік деңгейін растау болып саналмайды. Бұл көп жағдайда жастардың жұмысқа орналасуына кедергі болып жатады. Осыған байланысты ұлттық біліктілік жүйесін әзірлеу арқылы білім беру жүйесін жұмыс берушілердің талаптарымен байланыстыратын кәсіби біліктілік туралы заң әзірленеді, дейді ол. Яғни, қазақстандықтар үшін енді жұмысқа орналасу кезінде диплом міндетті болмай қалады, деп жазған, дұрыс па? Тамара Дүйсенованың айтуы бойынша каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Іске сәт!